Білім беру жүйесін жаңғырту, адами капиталдың сапалы өсуінің басты бағыты. Елбасы барлық жолдауында осы саланы жетілдіруге, бәсекеге қабілетті маман даярлау ісіне ерекше назар аударады. Жастарға сапалы білім мен саналы тәрбие беру еліміздің негізгі басымдығы. Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен конференцияда осындай орамды ой айтылды. Оқыту ісінің тың әрі тиімді тәсілдері талқыланған басқосудан тілшіміз баяндайды. Биылғы оқу жылынан бастап еліміздің барлық мектептерінде жаңа білім беру жүйесі жүзеге асырылмақ. Былтыр ол тек бірінші сынып оқушыларына ғана қатысты болса, енді 7-ші сыныпқа дейін қамтиды. Ескерте кетер жайт, бағдарламаны мұғалімдердің өздері әзірлеген. Авторлардың айтуынша, оқытудың жаңа жүйесі барлық мектептер үшін қолжетімді болмақ. Назарбаев зияткерлік мектебінде осындай ауқымды іс-шара болып жатыр. Ол Қазақстан Республикасының білім беру мазмұны, жаңарту ерекшеліктері және жалпы мұғалімдерді, жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдеріне жалпы осы жаңашылдыққа енгізу болып табылады, негізгі мақсаты. Және де бүгін берген мектептің мұғалімдері осы жаңартуды қалай енгізуді, қалай дұрыс енгізуді және оның тиімді жолдарын көрсетуге осындай шеберлік сыныптар конференция өткізіп жатыр. Конференцияда кеңінен талқыланған тақырып критериалды бағалау. Оның дәстүрлі бағалау жүйесінен артықшылықтары көп. Критериалды бағалау бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін. Оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын ұжыммен шығарылған, шәкірттердің оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген игі үрдіс. Назарбаев зияткерлік мектебінде бағалаудың бұл жүйесі бұрыннан қолданылып келеді. Бұл бағалау жүйесінің бізге берері өте мол. Бірінші кезекте ол критериалды бағалау арқылы біз балаларды бұрынғыдай мысалы тек қана баға үшін ғана оқымайды, олар қазіргі кезде нақты білім үшін оқи алады. Өйткені біз білім беру барысында бұған дейін көбінесе баланың тек осы белгілі уақыттағы білімін ғана тексерумен келдік. Ал қазіргі кезде біз критериалды бағалау арқылы балаларды оқыту үшін бағалай аламыз. Критериалды бағалау жүйесін енгізудің мақсаты мектепте оқу сапасын жоғарылату, түлектердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. Оның маңызы өте зор. Аталған үрдіс бойынша тек қана оқушының жұмысы бағаланады. Оның білім берудің қазіргі заман талабы, шығармашылықпен айналысатын, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеуге даңғыл жол ашатындығына толықтай көз жеткізді. Конференцияға келген қала мектептерінің мұғалімдері. Айдын Шеркенов, Төреген Байкенов, Қазақстан, Қостанай.